Wat hakte alla Қайырлы күн, қыздар. Бүгін біз сіздермен осындай өте керемет, дәмді, ерекше пирогты пісіретін боламыз. Бұл пирог восточный пирог немесе сникерс пирог деп айтылады. Ал кеттік. Бұл пирогты дайындау үшін бізге бөлме температурасындағы маргарин керек болады. Яғни 150 грамм маргаринді теркадан өткізіп немесе пышақпен майдалап турап аласыз. Үстіне 350 грамм ұнды қосып, екеуін бірге қолмен жақсылап араластырып аласыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін, тура осы ұн мен маргариннің үстіне бізге 2 жұмыртқа керек болады. Бірақ 2 жұмыртқаның барлығын қоспайсыз, тек қана бірінші жұмыртқаның ағын қосасыз, ал сарысын ең соңында пирогтың бетіне жаққанға алып қаласыз. Екінші жұмыртқаны бүтіндей түгел қосамыз. Және де осы ешқандай басқа ыдыстарға емес, тура осы қоспалардың үстінен келесі қантыңызды осының үстінен қоса берсеңіз болады. Яғни 100 грамм қантты қосамыз, және де сәл-сәл шым-шым тұз қосамыз, 1 чайная ложка разрыхлитель қосасыз, және де 1 чайная ложканың ұшындағы ғана сәл ғана сода қосасыз. Көп сода қосып жүрсеңіз, дәмі шығып қалады, сондықтан да көп қоспаңыз. Осы сұйықтықтарды бірінші қолмен араластырып алып, кейінірек барлығын араластырып, қамыр илейсіз де холодильникке 1 сағатқа салып қоямыз. 1 сағаттан кейін холодильниктен алып, қамырымызды 3-тен 1 бөлікке бөлеміз. Кішкентай бөлігін қайтадан холодильникке, целлофанға салып, холодильникке салып қоямыз. Ал үлкенін ұн сеуіп, жақсылап, домалақтап, жайып шығамыз. Менің пісіріп атқан пирогым 24 сантиметрлік диаметрлікте пісіріп атырмын. Сондықтан да өте үлкен қылмаймын, қатты жұқа қылмаймын, қатты қалың қылмаймын. 24 кальцоның диаметрінен сәл ғана шығып тұру керек. Себебі кальцоға салған кезде біз шет-шеттеріне сәл ғана көтеріп пирогты ровно қылмаймыз, биіктеу қылып төсейтін боламыз. Яғни видеодағыдай төсесеңіз болады қамырыңызды. Бұл пирогтың начинкасына бізге вареная сгущенка керек. Менде үйде вареная сгущенканың бір банкаға жетпей, кішкене ғана бар екен. Соны өзінен өте керемет дәмді шықты. Ал сіздер 1,5 банка, 2 банка вареная сгущенка қоссаңыз, өте дәмді болады. Кем дегенде 1 банка, 1,5 банка қосуыңыз керек. Және де екінші қамыр, холодильниктен екінші қамырды алып, тура бірінші қамыр сияқты жаясыздар, яғни одан сәл кішірек болу керек. Ровно 24 диаметрлікке сәйкес бетіне ғана төселу керек, артығымен жаймайсыз. Осы вареная сгущенканың бетіне қамырыңызды төсеп, алып қалған жұмыртқаңыздың сарысын бірінші шет-шеттеріне жағып шығасыз да, қалып қалған шығып тұрған астындағы қамырды бетіндегі қамырға жайлап түсіру үшін, бір-біріне жабысу үшін бірінші шеттеріне жұмыртқаны жағып шығамыз. Одан кейін жайлап қамырыңызды осылай жабыстырып түсіріп шығасыз. Қалған жұмыртқаның сарысын пирогтың бетіне барлығын құйып жағып шығасыз. Енді мен бетіне қара шоколадпен әсемдейтін боламын. Сіздер кез келген ягодының түрімен, малина болсын, клубника болсын, немесе смородина, өзіңізде не қалайсыз, сомен бетін сәнділесеңіз болады. 180 градуста қызып тұрған пешіңізге 45 минут пісіріп аласыз. Мінекей қыздар, менің пирогым дайын болды. Қазір мен сіздерге кесіп көрсетемін. Іші де, сырты да толық. Пирогының өзі де, начинкасы да өте керемет дәмді болған. Мен бұндай тәтті болады деп өзім, бұндай тәтті болады деп ойлаған жоқпын. Шынымен де өте дәмді болып шыққан қыздар. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Және де менің каналыма
тіркеліңіздер, достарыңызға тарата жүріңіздер. 1000 подписчик жиналған кезде мен сіздерге көптеген торттардың оригинал рецептісімен және де өзімнің авторлық пицца пісірудің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде каналыма тіркеліңіздер.